Сәлем достар, бүгін сіздермен муравейник тортының рецебімен бөлісемін. Бізге керек ұн, жұмыртқа, қант, қаймақ, сары май, тұз, қамыр қопсытқыш. Ұнды илектен өткіземіз. Ұн, қант, тұз, қамыр қопсытқышты араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майды қосып, крошка жасаймыз. Жұмыртқаны, қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды көп илеп қажет емес, біркелкі болып жиналса болды. Қамырды майда бөліктерге бөліп, пакетке немесе зип пакетке салып, морозильникке кемінде 30 минутқа салып қоямыз. Морозильниктен қамырды бір-бірден ала отырып, күштен өткіземіз. Мен осы қамырды 2 бөлікке бөліп пісіріп алдым. Өйткені осы көп қылып пісірсеңіздер, жан жақтары, шеттері тез пісіп күйіп кетеді, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін 2 бөлікке бөліп пісіресіздер. Қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей піссе, қамырымызды аламыз. Қамырымыз суығаннан кейін үлкендеу ыдысқа салып үгітеміз. Креміне сары май мен вареная сгущенка керек. Вареная сгущенканы сәл ерітіп аламыз, яғни кішкене жұмсақтау болу керек. Мен табаны қыздырып алдым да, астын өшірдім, кейін вареная сгущенканы салып, тез-тез араластыра отырып, кішкене ерітіп алдым. Сары майды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз, сонымен креміміз дайын болды. Муравейниктердің үлкен болып тұрған бөліктерін үгіттім, яғни қатты майдалап жібермеуіміз де керек. Кремді үстінен құйып, толықтай біркелкі болғанша араластырамыз. Мен осындай торттың формасын алып, муравейникті салып тегістедім. Өздеріңіздің қалауларыңызша порционный етіп жасасаңыздар да болады. Стаканмен немесе басқа да бір формаларды алып, формасын келтірсеңіздер де болады. Немесе жай домалақтатып істесеңіздер де болады. Ал мен осындай торт сияқты етіп, кейін порционный қылып кесемін деп шештім. Кремі сіңу үшін бөлме температурасында 1 сағат тұру қажет, кейін қату үшін холодильникке 2-3 сағатқа салып қоямыз. Менде муравейник 1 түн тұрды, кейін порционный етіп кесіп алдым. Ертілген шоколадты құйып бетіне, яғни кокос жаңғасымен, грек жаңғағымен және де шоколадпен әрлеп шықтым. Міне біздің осындай әдемі муравейник десертіміз дайын болды. Дәмі енді өте тәтті, қатты тәтті емес, яғни приторно сладкий дейді ғой, жоқ, мүлдем ондай емес. Көп уақытты алмайтын, бірақ өте дәмді шығатын десерт. Неше түрлі формада жасауға болады әдемі етіп, және де әрлеуін де өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Қатты да емес, өте дәмді шығатын десерт жасап көріңіздер, лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.